Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын қуырдақ дайындайтын боламын. Бізге қажетті заттарымыз: ет, картоп, сәбіз, сарымсақ, укроп, сұйық май, соя соусы және де тұз бен томатымыз қажет. Ең алдымен осылай етімізді өте ұсақ қылмай, орташа көлемде барлығын жақсылап турап аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, туралған етімізді салып, қуырып алуға кірісетін боламыз. Яғни соя соусын қосып, етімізге дәм беру үшін және де етіміз тез жұмсару үшін құйып, араластырып, қуырып алуға кірісетін боламыз. Етіміз піскенше енді қалған заттарымызды турап алуға кірісеміз. Ең бірінші сарымсағымызды осылай ұсақтап етіп турап аламыз. Одан кейін сәбізімізді де қатты үлкен қылмай, орташа көлемде төртбұрыштап турап аламыз. Етіміз толықтай жақсылап пісу үшін осылай суымызды құйып 45 минуттай, яғни толықтай піскенше күтетін боламыз. Одан кейін укропымызды осылай ұсақтап етіп турап дайындап қоямыз. Картопымызды да қатты ұсақ қылмай, орташа көлемде, барлығын төртбұрышты көлемде, яғни турап шығуымыз қажет. Етіміз жұмсарғаннан кейін осылай сорпасын бөлек ыдысымызға құйып аламыз. Одан кейін сарымсағымызды салып, сарымсағымызды жақсылап араластырып қуырып алуымыз қажет. Сарымсағымыз кішкене қуырғаннан кейін томатымызды салып, одан кейін сәбізімізді де салып, барлығын жақсылап араластырып, жақсылап толықтай қуырып аламыз. Сәбізіміз де жақсылап қуырылып болғаннан кейін, жаңағы сорпамызды құйып, суымызды құйып, дәміне қарай тұзымызды салып аламыз. Одан кейін суымыз қайнағаннан кейін картопымыздың барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Яғни картопымызды бірлеткен араластырып, бетін жауып, яғни толықтай піскенін күтетін боламыз. Қуырдағымыз міне бізде дайын болды. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.